Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы, өте жеңіл тағамдардың бірі жасмық сорпасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, үстінен сұйық майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін ұсақтап туралған пиязымызды салып, тағы да бірнеше қайтара қуырып алғаннан кейін үстінен үкіштен өткізілген сәбізімізді салып, тағы да 4-5 минуттай қуырып алатын боламыз. Қуырылған сәбіз бен пиязымыздың үстінен томатный паста бір ас қасық қосып, тағы да бірнеше қайтара жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін барып 2-3 қасық ұнымызды салып, тағы да бірнеше қайтара жақсылап қуырып алатын боламыз. Ұн салғаннан кейін жақсылап кішкене сарғыштау болғанша жақсылап қуырып алыңыздар. Күйіп кетпеуін алдын алып қарап тұрыңыздар. Одан кейін алдын ала жуылған жасымығымызды жуып тазалап алғаннан кейін осы пияз сәбізіміздің үстінен салып, видеодағыдай жақсылап тағы да бірнеше қайтара қуырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін суды құйып қайната алатын боламыз. Мен бұл жерде суды көз мөлшерімен қосып жатырмын, яғни сіздің отбасыларыңыздың санына байланысты, адам санына байланысты көп немесе аз істей берулеріңізге болады. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін қақпағын жауып 20 минуттай қайнатып аламыз. Қатты отқа қойып 20 минуттан кейін көріп тұрғандарыңыздай бірнеше қайтара араластырып аламыз да, одан кейін бөлек алып оттан бөлек жерге қойып, жақсылап миксерлейміз, немесе блендерлеріңіз болатын болса, блендерлеп алсаңыздар болады. Негізінде бұл сорпаны блендерлеу керек. Менде блендер болмағандықтан мен жақсылап миксерлеп алдым. Осылай миксерлеп алғаннан кейін қайтадан қатты отқа қойып 5-10 минуттай тағы да қайнатып аламыз. Және де қайнатпас бұрын осылай дәміне қарай тұзын қосып аламыз. Одан кейін қақпағын жауып жақсылап қайнатып аласыздар. Осымен біздің жасмық сорпамыз, яғни чечевичный супымыз дайын. Өте оңай дайындалатын, жарты сағатта дайын болатын тағамдарымыздың бірі. Ас болсын, міндетті түрде жасап, пікірлеріңізді қалдырып, мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.